Hello, dear student. How are you today? Today we have the last lesson, making music. About music, there are two questions and four texts. You should read and translate. I have written and translated for you. There are correct answers for you. Сәлем достар. Бүгін making music соңғы сабақ creativity бөлімінің екі сұрақ тұр. Бұл жерде сұрақтың қазақша баламасы сен қандай да бір музыкалық аспаптарды білесің бе деп тұр. Yes, I do деп жауап береміз, иә білемін. Домбыра, violin, cello, trumpet, flute деп. Домбыра, violin деген скрипка, cello деген виолончель, үлкен аспап. Trumpet деген үрлейтін саксофонға ұқсас. Flute деген ұзын сыбызғы, немесе керней, ұзыншақ келген ауызбен үрлейтін аспап. Сен музыкалық аспаптарда ойнай аласың ба? Егер ойнай алсаң, yes, I can play the домбыра, немесе домбыраның орнына violin, cello деп өзгертуге болады, домбыраның орнына. Ал ойнай алмасаң, no, I can't деп қысқаша жауап бересіңдер. Келесі мәтін бұл жерде уақыт алмай қояйын аударып. Барлығын аударып қойдым. Қазақстанда қандай музыка әйгілі, жастар дәстүрлі әндерді ұнатады ма? Келесі, олардың әндері мен өлеңдері не туралы, ақындарды қайдан көре аламыз деген 4 қысқаша мәтін бар. Осы қысқаша мәтінді аударып бердім. Қосымша оқылым астында сұрақтар тұр, соларға жауап беру керек. Қазақстан халқы қандай музыканы ұнатады деп сұрақтың аудармасын жазып қойдым, ал жауабын ағылшынша жаздым. They love all kinds of music. Олар барлық түрін ұнатады. Бұл мәтін бойынша. Мәтіннен алып отырмын жауабын. Жастар домбыра кештерін қайда өткізеді? They have домбыра parties in streets and parks деп тұр мәтінде. Олар домбыра кештерін көшелерде және парктарда өткізеді. Келесі, домбыра кеші тек қана Қазақстанда бола ма? No, домбыра parties be in Europe. Европада болады. Европада да болады. Жақсы ақын қалай жаттығады? They practice every day. Олар күнде жаттығады. Ақындар не жайлы ән айтады? They think about family, animals, land, ideas and feelings. Олар отбасы жайлы ән айтады, жануарлар жайлы, жер жайлы, ойлар және де сезімдер жайлы ән айтады. Ақындар қайда өнер көрсетеді? Қазақстанда. They perform in concerts and sing competition on TV. Ақындар қайда өнер көрсетеді? Мына жер Қазақстанда деген сөз артық болып кетіпті. They perform on concerts and sing competition on TV. Олар концерттерде ән айтады және де теледидар ән кештерінде, ән жарыстарында көруге болады. Ақындардың ән айтқанын теледидардан қашан айтады деп тұр. They sing on TV every Sunday. Әр жексенбі күні теледидардан олар ән айтады деп тұр. Осымен сабақ аяқталды. Егер сабақ ұнаса лайк қойып қойыңдар, достарына таратыңдар және де тіркеліп қойыңдар. Қош сау болыңдар. Сұрақтарың болса комментарийға жазып кетіңдер. Жауап берем.